ұлттық құндылықтарымызбен сусындамай, елде діни сауатын ашпай өздігінен шетелде діни білім алып келгендердің қоғамға пайдасынан гөрі зардабы тигеніне еліміз куә. Діни пәтуаның өзі әр елдің ерекшеліктеріне қарай берілетінін ескерсек, діни білімнің де жергілікті халықтың ұлттық дүниетанымына сай сіңірілуі керек анық. Егемендігімізді алғаннан кейін діни білімді шетелден оқып келгендердің басым көпшілігінің түрлі деструктивті діни ағым өкілдеріне айналып шыға келгенін білеміз. Соның зардабын әлі күнге дейін мемлекет те, халық та дәстүрлі дінімізде тартып келеді. Бізден барған кейбір студенттер, білім жолындағы жастар соны ресми оқу орны деп ойлап қалады. Университет сияқты жоғары оқу орны деп ойлап қалады. Бірақ ол мысалға бір жеке адамның ашқан оқу орталығы болуы мүмкін, соған ұқсас нәрселер болуы мүмкін. Ал ол жерде белгілі бір ағымның, топтың ақидасы, көзқарастары оқытылуы мүмкін. Сондықтан бұл адамның адасып кетуіне, ертеңгі күні қателікпен өзгелерді де адастыруына жол ашуы мүмкін. Өз мәдениетінің, дәстүрінің, дүниетанымның және ұлттық құндылықтарының уызына жармаған азаматтың шетелде діни білім алуы қауіпті. Себебі ол діни білім алған елдің дініне сіңісіп кеткен мәдениетін, діни тәжірибесін, санасын, дүниетанымын сол күйінде бойына сіңіреді. Өзінің төл ұлттық және діни иммунитеті болмағандығы үшін сол алған ілімін жалғыз ғана ақиқат деп қабылдайды. Ерге келген кезінде алдынан шыққан барлық діни және ұлттық мәселелерді шетелден алып келген тар шеңберіне, қатып қалған шаблонына сыйғызғысы келеді. Сыймағандарына да сын айтып, шеттетіп елдің ішінде түсінбеушілік пен қарама-қайшылықтарға себеп болады. Сондай-ақ шетелде діни білім алушылардың бәрі жергілікті билік тарапынан мақұлданған арнайы діни білім беретін университеттер мен институттарда да оқымайды. Көбі белгілі бір жамағаттың, ағымның немесе саяси бір партияның ықпалындағы діни орталықтарда білім алады. Оны өздері де ажырата алмайды көп жағдайда. Нәтижесінде өзінің қалайша сол топтардың идеологына айналып шыға келген сезбей де қалуы мүмкін. Қоғамға зарар береді, жікшілдікке апарады, діни алауыздыққа апарады, яғни жамағаттың арасында әртүрлі бөліністерге зияндыққа апарады. Сондықтан бұл жерде айтқымыз келетін қандай, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл өміріңді сарп қылмай тұрып, әуелі ойлану керек.